Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін еңбекақыны есептеуді қарастырамыз. Яғни еңбекақыны есептеу үшін ең бастысы зарплата бөліміне басамыз және де журнал документов по зарплате, яғни еңбекақы бойынша құжаттарды таңдаймыз. Және бізге ыңғайлы болу үшін біз тек қана тамыз айын таңдауымыз тиіс, яғни тамыз айы бастық және осы тамыз айға негізгі 4 құжатты толтырамыз. Үстіңгі жағындағы создать, яғни жаңадан жасау құжат дегенді басамыз және бізге негізгі начисление заработной платы, расчет удержания, расчет налогов және отражение зарплаты 4 негізгі құжатты толтыру тиіспіз. Начисление заработной платы, яғни еңбекақыны есептеу құжаты басамыз. Бұл негізгі бірінші құжат. Кез келген еңбекақыны есептеген кезде ең соңғы күнін, айдың ең соңғы күнін таңдаймыз, 31-і. Және есептеу айы. Қазіргі кезде біз тамыз айын есептеп жатырмыз, сондықтан тамыз айын таңдаймыз. Бөлімшені таңдауға болады. Ол кезде біз әр бөлімше бойынша бөлек-бөлек есептеу жүргіземіз. Бірақ бұл жағдайда мен қарастырып отырған бөлімшелерді бөлек қарастырмай, жалпылама барлық бөлімшелер бойынша жұмысшылардың жалақысын бір құжатта есептеймін. Келесі есептеу түрі және бухгалтерлік есепте көрсету дегенді де таңдамаймын. Автозаполнение, яғни автоматты түрде толтыру барлық жұмыскерлер бойынша басамын, я деп басамын, және мына жұмыскерлердің тізімі бұйрық бойынша белгіленген еңбекақы. Жұмыскерлер егер толық жұмысқа қатысатын болса, онда мынау табель бойынша толығымен жұмыс күндері көрсетілуі тиіс. Бірақ кейбір жағдайларда жұмыс күндері толық болмауы мүмкін. Мысалы, соңғы қызметкер айдың соңында болған жоқ. Мысалы, 29-на кейін жұмысқа қатысқан жоқ. Бірінші қызметкер айдың басында жұмыста болған емес. Болған жоқ. 8-ші тамыздан бастап жұмысқа қатысып, жұмысқа келді және басында болған жоқ. Табельде көрсетілген. Ал мысалы ортасындағы қызметкер айдың ортасында, мысалы 10-нан 15-не дейін жұмыста болған жоқ. Бұны қалай көрсетеміз? Осы қызметкерді 2 рет басып, оны жоғары қарай Ctrl Shift деп және жоғары қарай көтереміз. Және немесе мышка арқылы тартсақ та болады, былай, мышка арқылы. Және де не үшін 2 рет таңдадық? Бірінші жолда 1-нен 10-на дейін көрсетеміз, жұмыста болды деп. Ал екінші жолда 15-інде ғана келді деп көрсетеміз. Сонда мына аралығында жұмыс күндері жойылады және де бұл қызметкер 1-нен 10-на дейін және 15-нен 31-не дейін жұмыста болғанын білдіреді. Барлық сағаттарды реттегеннен соң рассчитать, яғни есептеу дегенді басамыз. Мына результат, яғни нәтиже деген бағана және жұмыс жасалған күндер мен сағаттар деген бағана толтырылады. Содан соң біз записать, провести деп бұл құжатты өткіземіз. Провести, записать, бірінші құжат міне өткізілді. Екінші жазылатын құжатымыз создать деп, яғни екінші құжат расчет удержания сотрудников, яғни жұмыскерлердің жалақысынан ұсталымдарды көрсетеміз. Басамыз. 31-ші тамыз айы, автозаполнение, яғни бізде есептелген жалақы дұрыс болатын болса, онда ұсталымдар автомат түрде есептеледі, егер сіздің 1-іңіз жаңартылып тұрса. Міне барлық жұмысшылардың тізімі шықты және есептеу деп есептеуге басамыз. Сонда жұмыскердің айлығынан ұсталынатын ОПВ, міндетті зейнетақы жарнасы, жеке табыс салығы және медициналық жарна шығады 2%. Осы барлығы толығымен шыққаннан соң біз записать және өткізу, провести деп жазамыз.
Екінші құжатымыз толтырылды. Үшінші құжат бұл келесі құжат, бұл расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организации. Яғни жұмыскерлердің айлығынан салық және ұсталымдарды есептеу. Бірақ бұл ұсталымдар жұмыскерлердің жалақысынан есептелсе де, жұмыс беруші шығыны болып табылады. Бұл әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік салық және медициналық аударым 3%. Бұл жұмыс берушінің шығыны. Автозаполнение деп басамыз, да, және рассчитать, да. Я деп басамыз, барлық бағаналарды бір қарап шығамыз, толығымен толтырылды ма, толтырылды, записать, закрыть деп, өткізу, яғни провести, өткізу дегенді білдіреді, жабамыз. Және ең соңғы құжат, оны міндетті түрде толтыру керек, отражение зарплаты в регламентном учете, яғни еңбекақыны есепте көрсету, еңбекақы бойынша бухгалтерлік проводкаларды көрсету. Басамыз, міндетті түрде тамыз айының 31-ін таңдаймыз, есептеу айы тамыз айы, және автозаполнение арқылы барлық бухгалтерлік жазбалар көрсетіледі. Яғни дебет және кредит. Барлық еңбекақы бойынша ұсталымдар, әлеуметтік салық, аударымдар және де еңбекақы қолға алынатын барлығы автоматты түрде барлық жұмысшылар бойынша көрсетіледі. Жазу және өткізу. Міндетті түрде өткіземіз. Записать, провести. Яғни еңбекақы бойынша негізгі 4 құжат болуға тиіс. Бұл еңбекақыны есептеу, начисление зарплаты, еңбекақыдан ұсталымдар, яғни жұмыскерлердің жалақысынан ұсталынатын ұсталымдар, және келесі жұмыс берушіден есептелетін әлеуметтік аударымдар, медициналық аударым және әлеуметтік салық, және соңғысы отражение зарплаты, еңбекақы бойынша бухгалтерлік жазбалар. Осы 4 құжат толтырылған жағдайда біз зарплата деген бөліміне қайттан дәл сол бөлімдеміз, бірақ мына жерде біз отчеты основные дегенге расчетное ведомості қарастыра аламыз. Ашамыз, яғни есептеу ведомості. Айын таңдаймыз, тамыз айы 1-нен 31-не дейін. Және сформировать деп құрастыру дегенді басамыз. Мұны келесі жұмыскерлер бойынша барлық ұсталымдар және аударымдар, қолға алынатын ақшасы барлығы көрсетілді. Яғни еңбекақы бойынша негізгі бастапқы бір сатысы, бастапқы кезеңі аяқталды. Келесі сабақта ұсталымдарды қалай банк арқылы аударуды қарастырамыз. Қош сау болыңыздар.